Күні кеше келген сәттен міне 42 жыл деген сулап өте шықты. Қамшының сабындай дейді ғой уақыт деген. Ол кезде бала қыз болып келдік, қазір жаңаға үлкен әже болып отырық. Мен мұнайдың не екенін білмей келдім, шынымды айтсам. Оңай болған жоқ, еш уақытта оңай жұмыс емес қой, мұнайшы болу деген. 5-ші дәрежелі оператормын қазір. Таңертең 5 жарымда тұрып, 6-та үйден шығамыз. Медиктерден өтеміз. Сосын әр автобус, әр топтық қондырға бәріміз таратып тастайды. Содан келеміз де таңертең осы өзіміздің мына территориямызды қарап шығамыз. Мына қысымын қараймыз. Мына буферный емкіс деген бар, мұнай жүріп жатқан құбыр бар, коллектор деген бар. Солардың жаңағы қысымын қарап, пешті қараймыз, температурасын қараймыз, насостарымызды қарап шығамыз. Сосын таңертеңгілікте келгеннен кейін диспетчерге ақпарат береміз. Қазір немізде 15 ұңғымыз бар. Табысымызды алып жатырық уақытылы. Бұрынғыдай емес, топтық қондырғымыз деген қазір деген ұядай іші. Ыс су, салқын су келіп тұр. Бұрынғы кезде бұндайдың біреуі де болған жоқ. Қазір жақсы бәрі де. Бұл деген екінші біздің үйіміз былай қарағанда. Өміріміздің жартысын көшеде өтіп жатыр біздің. Осы мұнайдың арқасында өсіп жатыр, ойнап жатыр. Шүкірміз. Ендігі ойлайтын аман есен абыроймен зейнетке шығып, зейнетін көрсем деп ойлаймын. Ұжымда жасап жүрген жастарға өмірлерің алда, ерінбей, қызметтерін жасап, отбасыларын асырауға тілекшімін. Осы еңбекпен тапқан нан тәтті дейді ғой. Еңбектерің жемісті болсын деймін.